Сіздер менің каналымда қонақтасыздар, сол себептен де өздеріңізді үйдегіндей сезіне аласыздар. Достар, өздеріңіз білетіндей, жақын арада қана 27 тамыз күні менің туған күнім болған болатын, және мен міндетті түрде ол күнне влог түсірем деп ойлаған болатынмын, бірақ мен бір себептермен ұмытып кетіппін, сосын түсіре алмай қалдым влогты. Кешірім сұраймын. Достар, бірақ мен сіздерге арнап влог емес, зато мен туған күніме берілген сыйлықтар деген видео түсірейін деп жатырмын. Сіздерге қызық болады деген ойдамын. Ал ендеше біз бастаймыз. Бірінші мен өзімнің жан құрбыларымның бірі берген осы сыйлықты көрсететін боламын. Бұл сыйлықты маған Жадыра деген қыз сыйлаған болатын. Осы видеоны көріп отырсаң, рахмет. Мен бұл жерде бірінші көріп тұрғаным осындай вот блокнот или қалай айтады? Я, осындай блокнот. Спринг өте әдемі секілді, маған ұнап жатыр. Келесі осындай, вау, әдемі. Осындай вот не мынау. Может, не деп айтса болады? Мен білмей тұрмын не деп айтарымды, вот өздеріңіз көріп тұрсыздар не екенін. Келесі осындай маска. Ол осындай корейский маска екен. Мұнда корейский жазулар жазылған. Осындай вот масочка. Мен бұны міндетті түрде қолданатын боламын. Рахмет. Вот осындай браслет или осындай шексіздіктің сурет тұрған. Шексіздік браслет общем. Келесі ол осындай қалам, ручка. Және осындай карандаш. Достар, осымен оның сыйлықтары бітіпті. Егер сен осы видеоны көріп отырсаң, саған тағы да көп рахмет. Келесі сыйлық ол менің тағы бір жан құрбымның сыйлығы деп айтайын. Ол осындай вот бокс секілді, осылай болып тұрады. Және бұны маған менің Ажар деген құрбым сыйлаған болатын. Осы видеоны көріп отырсаң, саған да көп рахмет айтамын. Мен қазір осы сыйлықты ақырында башатын боламын. Достар, мен осы сыйлықты қатты ашқым келді, себебі андай пакетикте тұрғанда уже бетінен көрініп тұрады, мұнаны көре алмайсың. Мен тез ашқым келіп тұр. Бұны сіздер бірінші көріңіздер. Мен көзім жұмамын. Бірекш. Вау. Бірінші осындай маленький блокнотик. Вот осындай. Маған осындай маленький блокнотиктер ұнайды. И потом мынандай екі резинка. Кстати, маған осындай қазір керек болып жүрген. Я, мынау ручка. Японский жазулармен. Конфетти. Мынау бальзам шығар. Нет, помада. Круто. Боже, круто это. Что? Вау, күшті. Помада екен. Мындай вот помада. Иісін айтсаңыздар, сырға. Осындай вот сырға. Және осындай күшті заттар. Ажар, саған көп рахмет, если осы видеоны көріп отырсаң. Және достар, келесі сыйлық ол менің тәтемнен, менің әпкемнен, менің бөлемнен. Яғни өздеріңіз түсіндіңіздер кім екенін. Осындай үлкен пакетик. Және бұның ішінде не бар екенін маған өте қызық, себебі мен бетін ғана көремін, асты жағын көрмедім. Бірінші мен осындай открытка көргенмін. Келесі көріп тұрғаным зат, ол осындай вот. Мынаны алып тастайын. Үлкен. Вау, секунды. Осындай игрушка. Маған қатты ұнап тұр, себебі бүйтіп ол өте жұмсақ, және ол өте әдемі. Келесі мұнда бір пакетик тұр. Французский дом. Однажды. В общем, достар, мына жерде духи. Иісі күшті шығады. Еще мынандай сепочка бар екен. Смотрите, кулонымен сепочка және вот такие. Иісі вообще жынды шығады. И мен жерде коробка и пакет көріп тұрмын. Мен бірінші, наверное, пакетті ашамын, себебі
қызық болып тұр. Обычный ақ пакет, обычный. Мен білген бұл жерде киім бар екенін. Осындай вот джинсовка. Осындай вот джинсовка. Вот. Әдемі секілді. Вот так вот. Күшті, рахмет. Достар, енді бұның ішінде тек бір коробка ғана қалды. Вот, іші пустой. Тек мынандай бокс қана қалды десем болады. Мынауда бокс сырғалып тұсында тұрғандықтан бокс деп ойлап тұрмын. Мен осыны қазір ашсам, ішінде не шығады екен? Ол маған өте қызық. Мәнің ішінде не бар екені қызық. Мен тоже көрмеймін. 1, 2, 3. Это сладкий бокс. Вау, это круто. Достар, бұл жерде 1 чупа-чупс, 2 чупа-чупс, 3 чупа-чупс бар. Сосын бұл жерде мынандай көп конфеттер бар. Мынандай көп конфеттер. Күшті. Орео, достар, Орео. Кола ішемін. Достар, мен осындай коланы ішіп көрмеппін, шыны керек. Мен мындай ішемін, мынандай дәмдері бірдей шығар, бірақ мынау күшті. Шоколад Яшкино деген. Вот. Күшті. Достар, бұнымен негізінде подаркалар біткен жоқ. Маған сонымен қатар менің әкем или менің ағам. Мен оны кім сыйлаған әлі күнге дейін біле алмай жүрмін. Әйтеуір отбасым маған кальцияй лампа сыйлаған болатын, және оны маған ерте сыйлаған болатын, яғни оны маған ертерек уақытта сыйлаған болатын. Оны мен қазір түсіріп жатырмын, сол себептен де мен оны сіздерге көрсете алмаймын. Бірақ сонда да мен сіздерге қазір бүйтіп алып көрсететін болғамын. Вот, достар, осындай вот кальциевая лампа. Мен сіздерге просто обзор жасап кетейін деп шештім. Просто мен оны осылай көрсететін боламын. Мында тритіні бар. И мында цветтері ауысады, в принципе. Қазір мен сіздерге көрсетем. Ол әртүрлі түсте жанады, өте күшті сондай. Осымен сыйлықтар бітті. Егер сіздерге сыйлықтар ұнаса, немесе осы видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, және міндетті түрде әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Ал ендеше, бай-бай!